Сәлеметсіздер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі 134 сабақтың тақырыбы біздің жобамыз деп аталады. Балалар, ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын осы каналға тіркеліп, видеоға лайк басып және видеоның астындағы қоңырауша белгісін басып қоятын болсаңыздар, келесі сіз іздеген кез келген сабақты оңай таба алатын боласыздар. Ал олай болса, сабағымызды бастайық. Сандар сөйлейді. Қазақ халқы үшін сөздің ғана емес, санның да қасиеті мен тәрбиелік мәні болған. Әрбір санның өзіндік сыры бар. Мәселен, бабаларымыз 3 санын былай түйіндеген: 3 би, Төле би, Қазбек би, Әйтеке би. 3 қуат: ақыл, жүрек, тіл. 3 артық: адалдық, еңбексүйгіштік, өнерпаздық. 3 ортақ: ай ортақ, күн ортақ, жақсы ортақ. Ал 7 саны киелі: 7 күн: дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. 7 ата: әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, туажат. Ал енді балалар, осы мәтінге қатысты тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші тапсырма: халық ұғымындағы киелі сандар туралы мәлімет жина. Балалар, бізде қазақ халқында 3, 5, 7, 9, 40 деген сандарды киелі санаған. Кейбір деректерде мүшел жас сандары да киелі болуы мүмкін деп айтылады. Себебі мүшелге жеткен де бар, жетпеген де бар. Мүшел жастың саны қауіпті деп те айтып жатады. Сол уақыттарда адамдар көбірек садақа беріп, ізгі амалдар жасауға тырысады екен. Сондықтан да қазақта көбіне мүшел жасты тойламаған. Ал енді балалар, осы киелі сандарға қатысты 1-2 санға мәлімет жасап өтейік. 3 санына қатысты мәліметтер: 3 жұрт, 3 арсыз, 3 даусыз, 3 байлық, 3 ортақ деген сынды сөз тіркестері бар. Мысалы, 3 жұртқа өз жұрты, қайын жұрты, нағашы жұрты жататын болған. Ал 3 арсыз дегеніміз ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз. 3 даусыз деген бар: мінез, кәрілік, ажал. 3 байлық: денсаулық, ақжаулық, онсаулық. 3 ортақ: ай ортақ, күн ортақ, жақсы ортақ. Ал енді осы секілді 5 санына қатысты мәліметтерді атап өтейік. 5 қару, 5 парыз, 5 қатер. 5 қару бұл ер жігіттің айбалта, шоқпар, қылыш, найза, мылтығы. Ал 5 парызы ораза, намаз, куәлік ету, қажылық және зекет делінген. Ал 5 қатер: от, жау, борыш, ауру, сөз. Балалар, негізі киелі сандарға қатысты мәліметтер өте көп, тек біз 1-2-ге ғана тоқталып өттік. Екінші тапсырма: құрамында сан есімдері бар мақал-мәтелдер мен жұмбақтар жина. Балалар, бізде осы сан есімдерге қатысты мақал-мәтелдер де, жұмбақтар да өте көп. Соның ішінде 5-6 мақалды жазып өтсек болады. Мысалы, бірінші мақал: алтау ала болса, ауыздағы кетеді. 4 түгел болса, төбедегі келеді. 3-ші: көп асқанға 1 тосқан. 1 құмалақ 1 қарын майды шірітеді. 7 атасын білмеген жетесіз, 7 рет өлшеп 1 рет кес деген мақалдар бар. Бұл яғни сан есімге қатысты мақал-мәтелдер. 3-ші тапсырма: жинаған мәліметтеріңді пайдаланып, сандар сыры тақырыбына әңгіме құрастыр. Құрастырған әңгімеңді сыныптастарыңның алдында оқып бер және өз ойыңды дәлелде. Қазақ халқы ертеден кейбір сандарды киелі санаған.
нумерология ғылымы бойынша әр халықтың өзіндік сандар сыры болады. Нумерология ғылымы сандарды зерттейтін ғылым. Сол арқылы мінез құлқын бақылап, болашаққа жоспар құрып, болжай білген. Қазіргі кезде осы нумеролог мамандарына сұраныс көп екенін байқауға болады. Соған қарағанда сандар сырының біз білмейтін құпиялары көп болуы мүмкін. Мысалы, өз туған жылыңды белгілі бір сандарға қосып алу арқылы өміріңді болжап беремін дегенді көп естіп жатамыз. Бәлкім, оларға біреу сенер, біреу сенбес. Әйтсе де, сол сандардың артында бір жасырынған сыр бар секілді көрінеді. Ал балалар, бүгінше біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге бұл сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егерде сабақ ұнаса, міндетті түрде осы каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, және де қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде алдағы сабақтарды оңай және бірден тауып алатын боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.